Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы екінші сабақ. Оқушылар, естеріңізде болса, өткен сабақта мен сіздерге айтқам, осы тақырыптың 2 сағатқа берілгенін. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: неліктен Шыңғыс хан әскерлері Отырарды 6 ай бойы жаулай алмады? Сабақтың мақсаты деректерден моңғолдардың Орталық Азияны жаулап алуының негізгі себебін анықтау, Отырарды қорғаудағы қала халқының ерлігіне баға беру. Оқушылар, ең алдымен біліміңіз сайтын пайдаланып, Қазақстандағы моңғол шапқыншылығына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Моңғолдардың қазақ жерін жаулап алуы Жетісу жерінен бастау алды. Бұл өңір моңғолдарды Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан гүлденген қалалармен қызықтырды. Моңғолдар Жетісу арқылы Түркістанға, одан кейін Мәуереннахрға жол ашуды көздеді. Осылайша Найман хандығының соңғы басшыларының бірі Күшлік ханның қарсылығын сылтау еткен моңғолдар қазақ жеріне жорықтарын бастайды. Шыңғыс хан қарамағындағы Омар Қожа Отырари, Жамал Марағи сынды керуен басшылары бастаған мұсылман саудагерлерді Орта Азияға аттандырады. 1218 жылдың жаз айында 450 адамы бар 500 түйелік сауда керуені Отырар қаласына келіп кіреді. Отырар әміршісі Қайыр хан саудагерлерді жансыз тыңшылар деп күдіктеніп, оларды өлтіріп, керуендерін тонауға бұйрық береді. Осы оқиғадан кейін ашуға мінген Шыңғыс хан Мұхаммед Хорезмшах екіншіге Қайыр ханды қолыма бер деп талап айтып, елші жібереді. Мұхаммед Хорезмшах бұл талапты орындамай, Шыңғыс хан жіберген елшілерді де өлтіруге әмір етеді. Бұл оқиға екі ел арасындағы жағдайды ушықтырып, Шыңғыс ханның Хорезмге қарсы соғыс ашуына әсер етеді. Түркі халықтарының кейбір билеушілері, ұйғырлар, қарлұқтар, тағы басқалар ешбір қарсылық көрсетпей, өз еріктерімен моңғолдарға қосылады. Шыңғыс хан Орта Азияны жаулап алу үшін арнайы дайындалған 150 мың әскерімен жорыққа аттанады. Шыңғыс хан Орта Азияны жаулау үшін әскерін бірнеше бағытқа бөледі. Жебе мен Сүбедейдің әскерлеріне Орта Азияның солтүстігінен, яғни Қазақ даласы арқылы өтіп, Хорезмшахтың батыс қоныстарын басып алуды тапсырады. Ал Шағатай мен Үгедей бастаған әскерге Түркістан өлкесіндегі ең ірі Отырар қаласын талқандауды тапсырады. Шығыс деректері бойынша моңғолдар Отырарды қоршауға алғанымен 5 ай бойы жеңе алмаған. Тек 6 айда сатқындықтың нәтижесінде қаһарман қала Отырар жауға беріліп, жермен жексен болып талқандалады. Түркістанның өзге қалаларын басып алуды үлкен ұлы Жошы ханға тапсырады. Сығанақ, Ашнас, Баршынкент қалалары да қанша қарсылық көрсеткенімен, ақырында жеңіліс тауып толық қирайды. Марко Поло орта ғасырлардағы Азия туралы аса бай тарихи мағлұматтар қалдырған итальяндық көпес. Ол 1271-1275 жылдары Орта Азия арқылы Қытайға саяхат жасаған. Марко Поло жазба деректерінде жаулап алынған қалаларда қақпа мен қамал салуға тыйым салынды. Өйткені жеңілген халықтар тыныштық сақтап, қарсылық көрсетпеуі тиіс болды деп жазады. Осылайша Шыңғыс хан Қазақстан аумағын 1219-1224 жылдары толықтай басып алды. Оқушылар, біз бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқимыз. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Яғни сіздерге осы жерде сұрақтар берілген. Осы сұрақтарға сіздер жауап беру керексіздер. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.